Қайырлы күн, менің құрметті оқырмандарым, қалдарыңыз қалай? Менің каналыма тағы да қош келіпсіздер. Бүгін сіздермен жылқы етінен жасалынатын қуырдақты қалай жасалу керектігімен бөлісетін боламын. Және де оны жұмсақ сочный етіп қалай дайындау керектігін, және де неге еттің тастай қатты болып қалуының себебін осы видеода мен айтатын боламын. Егер де менің каналыма әлі де тіркелмеген болсаңыз, төмендегі подписаться батырмасын басып, жанындағы қоңыраушаны басып қойыңыз, менің рецепттерімді жоғалтып алмас үшін. Қызып тұрған табаға 2 ас қасық май құйдым мен, және де еттің өзінің майы болды. Жылқының сол себепті де майды аз құйған болатынмын. Осылай бірінші майларын салып, артынан еттің барлығын салатын боламыз. Етті салып болғаннан кейін бірденнен осылай тұзыңызды, дәмдеуіштеріңіздің барлығын салыңыз. Мен тек қана тұзды пайдаландым. Жылқының еті өзі де өте дәмді болғандықтан тек қана мен тұзбен жасаған ұнайды. Осылай кішкене қатты отта араластыратын боламыз. Кішкене суы шыққанға дейін отты төмендетпеңіздер. Осылай кішкене қозғағаннан кейін бетін жауып қоямыз. 5 минуттан кейін еттің өзінің суы шығуы тиіс. Міне 5 минуттай уақыт өтті. Қарасаңыздар, жақсы суы шықты. Осы кезде жақсылап араластырамыз. Еттеріңіз осы кезде қатты қайнап кетпесін. Себебі қатты қайнап кететін болса, бірденен ет тырысып қалады. Сондықтан етті қанша қайнатсаңыз да жұмсармай қалады. Осы кезде абай болыңыздар. Жақсылап бір араластырып, жай отта қойып, 2 сағаттай қайнататын боламыз. Тағы да суы шығатын болады негізінде. Бұл кішкене ғана шыққан түрі, астын міндетті түрде өте жай отқа қойыңыздар, бабымен пісетін болады. Менде 1 сағат уақыт өтті. 1 сағаттан кейін бетіне пиязын салмақшымын, дәмі кіріп тұрсын деп. 2 үлкен пиязды жақсылап майдалап турап, осылай салдым бетіне. Және де жарты сағаттай тағы да қайнау керек, сонда 1,5 сағат болады. Ет пен пиязды кішкене ғана араластырып, бетін жауып, тығыздап, жай отта қалдырамыз. Пиязды салғаннан кейін жарты сағат өтті менде. Мен балалар үшін картопты салатын боламын. Негізінде қуырдақты картопсыз дайындаған дұрыс, өздеріңіздің қалауларыңызша. Егер де картоп салмайтын болсаңыздар, жай ғана тағы да жарты сағат, толықтай 2 сағат етті қайнатасыздар. Содан кейін болды, суы тартылғаннан кейін тек майы мен қуырдақты алатын боласыздар. Мен бетін жауып, картоп піскенше жарты сағат қалдырдым. Жай отта. Міне пісті. Өте керемет болып тұр. Міне кез келген картопты осылай 2-ге бөліп көріңіздер, осылай бөлініп қалуы тиіс. Қуырдақты ыдысқа салмас бұрын жақсылап араластырыңыздар. Бір рет майы мен картопы барлығы араласатын болсын, сонда дәмді болады. Осылай барлығын тарелкаға саламыз. Егер де қуырдақты немесе кез келген осылай етті жай отта бабымен пісіретін болсаңыздар, асықпай 2 сағат, 2,5 сағат пісіретін болсаңыздар, өте жұмсақ болып келеді. Көбіне қуырдаққа жас малдың еті дұрыс. Жасы үлкен мал болатын болса, көбіне ұзақ уақытта қайнауы керек болады. Сондықтан да етті алар кезде міндетті түрде жас малдың етін алған дұрыс. Тез піседі. Мен бетін осылай әрлеп қойдым. Дастарханға осылай ұсынсаңыздар, өте әдемі көрінеді. Пияздарды осылай кольцо етіп. Қуырдақтың 2 сағатта қалай жұмсарып піскен сіздерге көрсетпекшімін. Міне ыстық екен. Кішкене тартып көрдім. Өте жұмсақ, дәмді болып тұр. Мен осылай дайындаймын қуырдақты. Егер де сіздер басқаша дайындайтын болсаңыздар, астында комментарийға қалдыра кетіңіз, қалай дайындайтыныңызды. Егер де менің видео рецептім ұнаса, міндетті түрде өзіңіздің пікіріңізді қалдыра кетіңіз, және де қазақша контентті, қазақша каналды қолдау мақсатында лайкыңызды да аямай баса кетіңіз. Ас болсын, сау болыңыздар.